Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңдер. Енді бүгін сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді жақсартып алу үшін бір-бірімізге жақсы тілектер айтып бастаймыз. Мақпал мақсаттарыңа жете бер. Ақырғы жетістіктерің мол болсын. Өте саған бүгін сабаққа сәттілік тілеймін. Жақсы көңіл күй тілеймін. Қойшы бол. Бажан денсаулық болсын. Құдасы болып Иә, достарымыз. Иә, бүгінгі күні барлықтарына сабақта сәттілік тілеймін. Сол жердегі тапсырмаларды орындап шығамыз. Тапсырманы орындап болса, әр топтан тұрып жауап берсеңдер болады. Махамбет Өтемісұлы тарихи тұлға, қазақ халқының азаттығын жырлаған ақын. Махамбеттің толғаулары түр жағынан өлеңдерде бостандықты, әділдікті, батырлықты, елдікті, тәуелсіздікті жырлайды. Махамбет Өтемісұлы 1846 жылдар арасында өмір сүрген тарихи тұлға. Махамбеттің толғаулары түр жағынан өлеңдерінде де бостандықты, әділдікті, батырлықты, елдікті, тәуелсіздікті жырлайды. Махамбет Өтемісұлы 1846 жылы өзінің үйінде қастандықпен қаза табады. Бейіті Атырау облысы Махамбет ауданы Қараой деген жерде. Дұрыс. Енді біз өткен сабақтарда Махамбет Өтемісұлының өмірімен, шығармашылығымен танысқан болатынбыз. Міне бүгін қазір осыған байланысты кішкене мақұлдап алсаңдар болады. Сәлем болғыр. Бұрынғы ерекшелігін. Себебі біз бірге жаңа нәрсе үйреніп, бірімізді шыңдаймыз. Міне осындай сіздерге сәттілік тілеп жатыр. Енді бүгінгі сабаққа байланысты, бүгінгі жаңа сабағымызға байланысты бұл суретте мені байқадыңдар. Қандай ой келеді осы сурет арқылы? Бұл суретте өзінің халқы үшін күрескен батырды көрсетті. Бұл суреттегі адамдар мысалы Махамбет Өтемісұлы деп атауға болады. Сабағымыз Махамбет Өтемісұлының бағанағы терең толғауы екен. Бұл сабақтағы оқу мақсаты шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыдан салыстырып жаңашылдығына баға беру. Және сабақ мақсаты толғау мазмұнын еркін талдайды, ұрпақтар сабақтастығын заманауи тұрғыдан салыстырады, өмірмен байланыстырып жаңашылдығына баға береді. Енді осы Махамбет Өтемісұлының бағаналы терек толғауын бірінші тыңдап алайық. Бағаналым керек жарылса, бағаналым керек жарылса, бақыраш шағам болар ма? Қырғайдан ғасы бұтақ өткенше, еменген ер бұтақ өтсейші, қыранға толып араға. Ханнан бір туғанша, қарадан бірақ туқайшы, халықтың кегін бұқайшы. Ақымдан біздердің ақыр тегік сұрарға. Міне осы Махамбеттің бағаналы терек толғауы қысқаша осылай. Енді осы тапсырмалар бойынша қазір тапсырма беріледі. Осы өлеңдері бойынша бірінші топтың тапсырмасы шығарманы қазіргі замандағы өзінің білетін шығармамен салыстыр делінген. Екінші топтікі өлеңде осы бағаналы терек өлеңінде халықтың қамы, елдің, жұрттың болашағы, ұрпақтың болашағы туралы жырланған. Сол кездегі халыққа деген арман тілегі үндеу ретінде осы өлеңі шыққан. Енді осы өлең бойынша тапсырмалар беріледі екі топқа. Осы тапсырмаларды өздерінің топтарына байланысты орындап шығасыңдар. Қазір тапсырманы орындаңдар. Алдарында берілген тапсырма, сол тапсырмаларды орындайсыңдар. Осыған бірлесе отырып топтық жұмыс жасайсыңдар. Тапсырма бар, оқып, соны орындап шығыңдар. Сендердің де алдарында бар, қойып. Маған жазасыңдар. Тез жазып шығыңдар.
Бағаналы терек толғауында Махамбет Өтемісұлы халықтың қамын ойлайтын, халық үшін күресетін батыр туғанын қалайды. Ал желтоқсан оқиғасында бізде жалындаған жастарымыз қазақ халқының тәуелсіз өмір сүруіне, ешкімге бағынбауына, бейбітшілік өмірін қалаған. Сендер осы екі шығарманы салыстырып талдадыңдар ғой қазір, иә? Қазіргі заман шығармасына желтоқсан оқиғасын алып тұрсыңдар. Жарайсыңдар. Екінші топ. Қазіргі заман мен бұрынғы заманның ұқсастығы, ерлік пен әділдік үшін күрес бейнесі бар. Махамбет өлеңінде халықтың бостандығы, елдің намысы, әділетсіздікке қарсылық басты тақырып. Және қазіргі заманда да қоғамда әділетсіздікпен күреседі, шындық үшін жол іздейді. Екі заманда да тұтас халық тағдырын көтереді. Екі түрлі заманда қиындыққа мойымайды. Айырмашылығы бұрынғы заманда хан сұлтандар билігі отаршылдыққа қарсы күреседі. Яғни өздерінің азаттығын, тәуелсіздігін алу үшін күреседі. Ал қазір елімізді қорғауға күресеміз. Яғни қазіргі заманда көп соғыс болып жатқан жоқ десек болады. Енді сендерде осы топта жұмыс жасау барысында қандай қиындықтар болды? Ол үшін 3Q әдісі арқылы бағалап шығамыз өзімізді. Қолжетімді болған тұстары, және қызықты болған тұстары, және қиын болған тұстарын айтып шығасыздар. Осы топта жұмыс жасаған кездеріндегі. Топта жұмыс жасаған кезде қандай қызықты жағдайлар болды? Барлығымыз бірлесіп жұмыс жасадық, иә? Ал қиын, қандай жағдай қиындық тудырды сендер үшін? Айырмашылығын табу ма, және ұқсастығын табу кезінде қиындық туындады ма? Екі оқиғада қолжетімді болды, қызықты болды. Бізге өзіміздің тарихын білу қызық, әрине, бірақ қиын тұстары да болды. Ол замандағы не болғанын біз қатты біле бермей, сол жағы қиын болды. Сол жағы қиын болды. Жарайсыңдар. Енді балалар екінші тапсырмаға назар аударыңдар. Бұл жерде ауызша жауап береміз, бір-бірімізбен тоқтап талқылап. Ауызша жауап беруге болады. Бұл жерде Махамбет толғауындағы бағаналы терек бейнесін ұрпақ сабақтастығының символ ретінде алып, шағын модель жасаңыз деген. 3 модель арқылы талдап шығамыз ұрпақ сабақтастық бейнесін. Бірінші тамыр, өткен мұрасы, Махамбет дәуірі, батырлық рухы туралы айтасыздар. Дін бойынша сабақтастықтың жалғаушы буын, ата дәстүр, тіл, ұлттық сана туралы, жапырақ, бұтақ дегеніміз, яғни бұл қазіргі ұрпақтың жаңашылдығы. Технология, білім, өнер, жаңашыл көзқарас туралы айтып шығамыз, салыстырып. Сол Махамбет дәуіріндегі батырлық рух туралы қазіргі заманмен байланыстырып, салыстырып айтып шығасыңдар. Өткен мұрасы бірінші модельде біздің Махамбет дәуірі. Ол дәуірде бізде Ресей империясының жартылай қол астында болдық десек те болады. Мына жақта олар жерді тартып алғысы келіп жатыр. Ал мына жерден Жәңгір хан бізде жерлерді өзінің туысқандарына таратып жатыр. Өткен мұрасы Махамбет дәуірінде батырлық рух, ерлік пен еркіндік мұрасы. Жапырақ, заман талабына сай ойлау, технологияны дамыту, меңгеру, немесе білім мен өнерді жаңа бағыттарды ашу, бұрынғы мұраларды сақтау. Бүгінгі алған сабақтан алған білімдеріңді қорытындылау барысында сендермен кері байланыс жүргіземіз. Ол үшін тақтаға шығып, мына жерде сабақты түсіндім, сұрақтарым бар, сабақты түсінбедім деген тұстарына келіп, өздерін белгілесіңдер, сабақтың түсінген, түсінбегендерді біліп алуға болады. Ал енді сабақты түсінген болсаңдар, барлықтарыңыз сабақты түсіндік деп ойлайсыңдар ма? Келе ойындар, көпіндер. Тағы? Жарайсыңдар. Сендерге жеке тапсырма осы